Қамплау мер жазылмаған барлығын егелері бір сияқты ма ол? Жоқ, қабылдаған жоқпыз. Балдарға берген неңіз бар ма? Пловыңыз жайын сағат жеткізсін? Иә, 16 сағатпен қамтылған. Бәрі қарап болған кейін қанша адам істеді? Бәрі. Жылу жүйесі осы күнге дейін ешқандай ақаусыз шықпаған, бір қалыпта жұмыс істеп тұр. Қалауға ауыстырдыңыз. 10 грамм қайсы немен өлшейсіз? Қауіпсіздігіне кнопка да бар, неде бар, мына охранамыз бар. Жаңағын барлығын егелері бір сияқты ма ол? Бәрі бір ғой, бәрі мектепте, бәрі жайда бір қыл ғой. Bir не алған ғой, Бүтін районда. бір кәсіпкер алған ба? Жоқ, бір кәсіпкер болмаған білет. Тамақ бір. Тамақ бір қыл. Бір қыл. Иә, районнан беріледі ғой. Балық тұздығы, Балық тұздығы не? пеште пісірілген балық дейді. Оны ауыстырып, бізге осы күнге плов істеткен, пловқа ауыстырып берген. Бізде плов істедік. Қамплау мер жазылмаған? Жоқ, плов жазылмаған білет. Жазылмай ма? Собранияда болған, иә. Міне, қазір плов бердік қой, міне плов бәрі. Міне плов. Бір балдарға берген неңіз бар ма? Пловыңыз жаңағы порцияңыз. Енді порцияны қалай біледі? Bir порцияда балдарға қанша сап бересіз? Bir порцияны көрсек бола ма? Көрсетіп қоймады, сосын қоямыз. Енді сіз мысалы палауға ауыстырдыңыз. 10 грамм қайсы немен өлшейсіз? Қайсымен міне? Өзіміз білеміз. Бір кетімді мұны үтке көп шықты. 100 граммда, грамм шығарда. Ет қанша саласыз? Ет дейсіз ба? Граммыға өзі. Мысалы үшін бүгін 10 килограмм не істесек, соның 8 кило 100 тастайды. Енді мұны қылып қойма. Иә, таза ыдыстары. Мен таза істеймін, оны тазаға қоймаймын. Картошка нелеріңіз көрсек? Пияз, картошка. Көйлеміз. Бұлар негізі арнайы ыдыстарды салынбай ма? Осылай тұра ма? Иә? Мен олар саламыз. Жақсы. Мен тазалыққа құдай болсын, тастаймын. Маған келмейді. Осы мектепте 1017 бала білім алады. Қазіргі таңда 340 бала ыстық тамақпен қамтылған. Одан бөлек 17 бала аз қамтылған отбасылардан шыққан 17 бала тамақ ішеді біздің мектепте. Мектептің жағдайы жақсы, жылуы да жақсы. Жетістіктеріміз көп. 111 бала осы жарты жылдың ішінде олимпиадаларға қатысты. Одан 17 баламыз екінші, үшінші орындарды алды. Облыс деңгейде 2 баламыз бірінші орын иеленді. 2024 жыл қанша ұстаз жұмыспен қамтылдыңыздар? 153 мұғалім жұмыс жасады. 2024-те? 24-те. Иә. Жоқ, қанша ұстаз? Жаңада қабылдадыңыз? Жоқ, қабылдаған жоқпыз. Бізде не ғой, жаңа мектептер ашылған, частный мектептер. Соған байланысты мұғалімдерге сағаттар жыл. Ал өздеріңізде қабылдау деген жұмыс. мұғалімдердің сағат жеткізсін бе? Иә, 16 сағатпен қамтылған. Мектептен жылу жүйесіне келетін болсақ, жылу жүйесі осы күнге дейін ешқандай ақаусыз шықпаған, бір қалыпта жұмыс істеп тұр. Мектептің сынып бөлмелері 22 градус ыстық. Коридорлар 19-20-19 градус ыстық. Жалпы мектепте осы класста беріліп отқан жылудың ешқандай кедергілері жоқ па? Ешқандай кедергі жоқ. Уақытылы бір қалыпта істеп тұр.